Бүгін Pinduodo unpacking жасаймыз. Pinduodoдан қазір менде 2 аптада бір немесе 1 аптада бір заттар келіп отыр. Бұл менің август айындағы жасаған заказдарым болатын. Яғни барлық затым емес, бөліп келіп жатыр. Бірақ мен осы бір келген затты бірден барлығын ішінде қанша зат бар барлығын ашып көрсетпекшімін. Карго ішінде 2,2 килограмм, яғни 2 килограмм 200 грамм зат бар деп салып жіберді. Ішінде не бар екенін бірге ашып қарайтын боламыз. Pinduodo қазір Қазақстанға загрансыз және Каспиймен төлей алатын болғандықтан өте атақты бола бастады, көп тарай бастады. Сол себепті өте көп заказдар беріп, карголарда заттарын кешіктіріп әкеліп жатқандар бар. Біріншісі осы қара пакетті ашамыз. Ішінде не бар екенін білмеймін. Көп затты ұмытып қала беремін заказ бергеннен кейін. Ол осындай үйге арналған оформление дейміз ба, әдемі дизайн жасап тұруға арналған гүлдер. Оған мен алдында осындай ваза алған болатын, соған салып қоятын боламын. Бұндай заттарды мен қалып қойған Alipay'дің ішіндегі ақшаларға аламын көбінесе. Қалып қойған дегенім кішкене тиындар қалып қояды, оларға мен заказ қабылдай алмаймын. Сол үшін осындай кішігірім арзан тұратын заттарды заказ беремін. Келесі осы тағы да бір затты ашып көрейік. Бұл ауырлау екен, ішінде темірлер болу керек. Мен осындай ілгіш 3 темір бердім. Бұған мен шкафтың ішіне іліп, стакандарды іліп қоямын деп берген болатынмын. Бұның әдемі кухняға қалай қойылатын түрін видеосын түсіріп, міндетті түрде оны бөлек салатын боламын. Ал қазір қалай тұратынын көрсету үшін осы жерге іліп көрсеттім. Бұл заттың ішінде примерно не бар екенін біліп тұрмын, бірақ өкінішке орай бұл затты мен қолданбаймын. Өзім магазинмен салып сатып жіберетін шығармын. Өйткені менің жолдасымның телефоны сынып қалды. Бұл чехол A50 Samsung телефонына арналған. Өте күшті, качествосын арнайы жолдасым үшін таңдап алған болатынбыз, бірақ өкінішке орай қолдана алмаймыз. Келесі бұл не екен? Бұл аяқ киім, яғни мен балам садикке киюіне немесе үйге, біз бірінші этажда тұрамыз, табаннан салқын өтпесін деп арнайы осындай аяқ киім алдыртқан болатынмын. Оған дейін біз тағы да домашний тапочкамыз бар, оны киіп жүрміз. Бұны мүмкін садикке беремін. Маған қатты ұнағаны ол ішінің қалыңдығы мен сыртындағы суреті болатын. Бағасы міндетті түрде бағаларын жазып кететін боламын. Ең қызық зат осы болды. Өте үлкен бір пакетте не шықты деп ойлайсыздар. Өте кішкентай бір гүл шықты. Оны мен қателеспесем 1 юанға алған болатынмын. Дәл сол жаңағыдай Alipay'де 1-2 юан қалып қояды. Сол қалып қоймасын деп мен осындай кішкентай нәрселерді де алып тастаймын. Ішіндегі ең маңызды зат осы деймін. Бұл карантинге қалып қойып, 2,5 айдан кейін алып тұрған шалбарларым. Сәлем балапан магазиніне арналған, ер балаларға арналған шалбар болатын. Менің өзімнің балам киіп жүргеніне 1,5 жыл болды, өте качествосы жақсы. Сол себепті осы жолы да тағы балаларға алдыртқан болатынмын. Қателеспесем 10 шақтысы бар. 80, 90, 100, 110 размерлер бердім. Және де ішіндегі качествосы сол балаларының киіп жүрген шалбарымен бірдей.
қазір карголар қымбат болып тұр, килограммына 3000 теңгедей төлейміз. Себебі карантиндер болып жатыр Үрімші қаласында, айналмалы жолмен келеді деп. Бір жағынан да бағалар солай өсіп жатыр. Бірақ әлі де пайдалы, себебі Қазақстанның да киімдер болсын, тамақтар болсын, бағалар өсіп жатыр. Әлі де Қытаймен бизнес жасау пайдалы, ыңғайлы. Өздеріңіз бизнестеріңізді ашсаңыздар болады, немесе үйдегілерге де киімдер, үйге қажетті заттарды да алдыртуға болады.